орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Шахбалай Баршын республикалық табиғатты аяла форумының жасыл оазистер номинациясы бойынша байқауға табиғат жасыл әлем атты жұмысымды ұсынбақшымын. Бізге керекті заттар: бірінші тақтайша қажет, одан кейін оған суретімізді салу үшін ватман парағы қалың, одан кейін сыртына жұмысымыз біткеннен кейін рамка қажет. Бірінші суретімізді салып алып, оны гуашьпен бояп, қылқалам арқылы гуашьпен бояп аламыз. Одан кейін бізге керегі кепкен бұтақтар және ағаш қабықтары. Бұларды жабыстыру үшін бізге ағаш клейі қажет болады. Және орындықты жасау үшін бізге таяқшалар қажет болады. Және жұмысымызды әрлеу үшін шөптер, гүлдер қажет болады. Бояп болдым. Енді ағаш қабықтарын ағаш тіндеріне жабыстырамын және де жапырақтарына кепкен шөптер жабыстырамын. Мінекей, менің табиғат жасыл әлем атты жұмысым дайын болды. Мен барша жастарды табиғатты аялауға шақырамын. Мен бұл жұмысымда ағаштарды кепкен ағаштың қабықтарынан жасадым. Күнбағыстың кепкен қабығынан орындық жасадым. Және де кепкен жапырақтар мен шөптерді, гүлдерді пайдалана отырып, осы суретті әсемдеп шықтым.